Әлия Молдағұлова отан үшін жанын қиған қаһарман қыз. Оның ерлігі мәңгілікке есте қалады. Әлия, шын есімі Илья Нұрмұхамедқызы, 1925 жылдың 15 маусымында қазіргі Ақтөбе облысы Қобда ауданында дүниеге келген. Әкесі Нұрмұхамед ит жеккенге айдалып, анасы Маржан ашаршылық жылдары картоп ұрлағаны үшін оққа ұшады. Жетім қалған 6 жасар Әлия нағашы ағасы Әубәкірдің қолында тәрбиеленеді. Тағдыр тәлкегін ерте көрген Әлия өз еркімен майданға аттанады. 1944 жылдың 14 қаңтары Қазалиха деревнясындағы ұрыста Әлия Молдағұлова берен мылтықты құшағына жастай қалып, фашист басқыншылардың мығым жеріне оқ жаудырады. Алайда жауды қыспаққа алған Әлия Молдағұлова атойлап алға шығады. Дәл осы сәтте фашист офицерінің қолынан қаза табады. Кейін мерген қызға майдандағы ерлігі үшін Кеңес одағының батыр атағы және Ленин ордені беріледі.